Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қыздар, сіздермен бүгін ғұсыл жайлы сабақ болады. Кішігірім, бұл енді сіздерге пайдалы болу мақсатында. Иншалла, Алла Тағала осы сабағымызды берекелі етсін. Алдағы уақытта ғұсылды дұрыс алып, ғұсыл бойынша сұрақтарыңыздың барлығына жауап алып кетуге осы сабақ көмектеседі деп ойлаймын. Жалпы енді біз ғұсыл бойынша бірінші біліп алуымыз керек, яғни білім алуымыз керек. Яғни ғұсыл дегеніміз не? Ғұсыл деген араб тілінен аударғанда шомылу, жуыну деген мағыналарды білдіреді. Ал шариғи мәселеде бұл ғұсыл дегеніміз денені арнайы түрде толық жуу дегенді білдіреді, яғни шариғи бойынша. Енді қараңыздар, қандай жағдайларда біз бірінші ғұсыл алуымыз керек? Вот осыны біліп алайықшы. Ғұсыл алу керек жағдайлар. Ең бірінші бұл жүніптік хал, яғни ихтилам болу. Жүніптік деген бұл әйел мен күйеуінің қосылғаннан кейінгі халін біз жүніптік хал деп айтамыз. Және ихтилам немесе сол сияқты түс көру, түсіңде жаңағыдай шахуатсыз болса да сұйықтықтың ағуы, бұл жүніптік хал деп аталады. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар: мәзи де дәрет, мәни де ғұсыл деп айтады. Яғни мәзи деген бұл выделение, мәни деген бұл жаңағыдай ұрық, яғни бөлінетін сұйықтық, иә. Ол күйеумен қосылғанда немесе жаңағыдай просто ұйықтап жатқанда түсте болып жатады, немесе ешқандай жаңағыдай шахуатсыз, яғни ешқандай сезімге берілмей ақ сондай сұйықтық бөлініп жататын болса, онда бұл кезде ғұсыл алу керек болады. Екіншісі хайыз нифас халінде, яғни әйел адамдарда мысалы үшін бала босанғаннан кейін нифас халі болады, яғни 40 күндік қан келу. Осы кезден кейін, тазарғаннан кейін қаннан ғұсыл алу парыз болады. Және хайыз, яғни әр ай сайын келетін месячный деп айтады кейбіреулер оны жаңағыдай етеккір деп айтып жатамыз, иә. Ислам дінінде бұны біз хайыз деп айтамыз. Осы уақытта бір аптадан кейін қан кеткеннен кейін міндетті түрде қыздар ғұсыл алуымыз керек. Одан кейін мәйітке ғұсыл алу парыз, яғни ғұсыл жасау, өлген адамды шахидтен басқа өлген адамдарға ғұсыл құйындыру, бұл мұсылмандарға кифая парыз болып саналады. Және дінге, яғни жаңадан мұсылман болып дінге кірген кезде ең алғаш ғұсыл алу бұл парыз, қыздар. Яғни осы жағдайларда ғұсыл алуымыз керек. Басқа уақыттарда ғұсыл бұл парыз жағдайлары. Енді ғұсыл алу дегеніміз бұл парыз болды. Біздерге ғұсылдың өзінің парыз болуында үш шарты бар, яғни үш парызы бар. Бұл біздің ханафи мазхабы бойынша үш парыз ғұсылда. Яғни ең бірінші ол мадмада дейді, ауызды шаю, истиншақ, яғни мұрынды шаю дейді. Қараңыз, ауызды шайған кезде толықтай тамаққа дейін жеткізіп шаю, мұрынды шайған кезде мына кеңсірікке дейін жеткізіп тұрып шаю керек. Мына жерді шайып қою емес, және толықтай денені жуу деп айтамыз. Яғни бүткіл денені толықтай жуу, бұл осы үшеуі парызы. Енді бізде намаздың сүннеттері бар, қыздар. Намаздың деп ғұсылдың сүннеттері бар. Яғни ғұсылдың сүннеттерін ең бірінші бисмиллямен бастау және ғұсылға ниет ету, бұл біздің мазхаб бойынша бұл сүннетке жатады. Яғни нақты ниет еттім ғұсыл алу үшін деп іштей ниет етуіңіз, бұл сүннет амалға жатады, иә. Одан кейін ғұсыл алып жатқан кезде оң жақтан бастау, яғни барлық нәрсені оң жақтан бастау, бұл сүннеті. Және ғұсылдың ішінде дәрет алу, бұл неге жатады? Сүннетіне жатады. Яғни ғұсылды бастайтын кезде кіші дәретке, жалпы дәретке шығып алып, астыңғы жақты жуу, одан кейін қолды 3 рет шайып, ауызды, мұрынды шайып, жалпы дәрет алу, бүткіл толығымен дәрет алу ғұсылдың ішінде, бұл сүннетіне жатады. Одан кейін оң жақтан бастау, бүткіл шаш шыққан жерден бастап денені жуу, және құлақтың, кіндіктің, ойықтардың, яғни тесіктердің барлығына су тигізу, бүткіл ине шаншырлықтай орын қалдырмай бүткіл денені жуу, бұл сүннеті болып табылады. Ал енді жаңағы біздің дәреттен кейін, яғни ғұсылдан кейін дәрет алмауымыздың себебі, қыздар, біз ғұсылдың ішінде дәрет алу амалын жасады. Сондықтан да ғұсыл алып болдым деген сөз, сіз толықтай сіздің дәретіңіз бар деген сөз. Жалпы ғұсыл бұл үлкен дәрет, ал біздің күнделікті мынау 3 дәрет, кәдімгі қол аяқ жуатын дәретіміз, бұл кіші дәретке жатады. Сондықтан да егер сіз бірінші рет ғұсыл алған кезде сізде үлкен дәретіңіз де кіші дәретіңіз де толық болады. Ал дәретіңіз ғұсыл алып болғаннан кейін туалетке барып қоятын болсақ, мысалы үшін ғұсыл алып жатыр, сол жерде туалетке барғыңыз келді, туалетке барсаңыз, ғұсыл алып болғаннан кейін онда сіздің дәретіңіз ғана бұзылады, ғұсылыңыз бұзылмайды. Сондықтан да сіз тек дәрет аласыз. Бірақ ғұсыл алғаннан кейін ешқандай жел шығару, жаңа дәретті бұзатын амалдар болмайтын болса, онда сіз тек қана ешқандай дәрет алмай намаз оқи беретін боласыздар. Сондықтан да қателеспеңіздер, иә. Жалпы ғұсыл дегеніміз осы, қыздар. Ал енді ғұсыл жоқ кезде жасауға болмайтын амалдарды да қосып өткім келіп тұр, себебі көп адам осы нәрсені білмейді. Мысалы үшін сұрақ қояды да, жаңағыдай зікір, истихфарларды айта берем ба, мен хайызбын, мен ғұсылым жоқ деген сияқты сұрақтар қояды. Қыздар, жалпы жүніп адам деп айтайықшы, ғұсылы жоқ адам не істеуге болмайды? Ең бірінші бұл бізде ғұсылы жоқ адам харам мешітіне кіруге болмайды. Яғни Кағбаға барып тауап етіп жасай алмайсыздар. Одан кейін намаз оқуға болмайды. Ғұсылы жоқ адамға намаз оқи алмайды. Одан кейін ғұсылы жоқ адам егер зәрулік тумаса мешітке кіруге болмайды. Яғни мешітке мүлдем кіруге болмайды ғұсылы жоқ адамға. Одан бөлек ғұсылы жоқ адамға Құранның бір аятында оқи алмайды. Яғни бұл жерде жаңа хайыз нифас халінде болған адам Құран оқи алмайды, қыздар. Және қараңыздар, сондықтан Құраннан бір аят, сүре немесе өзіңе дем салып жүру, бұл нәрселерді жасай алмайсыздар. Ондай жағдайда күйеулеріңізге өтініш жасайсыздар. Яғни түнде жатар кезде біз дем салып жат дейміз ғой. Өзіңіз хайыз кезде, нифас кезде күйеуіңіз сізге дем салып беруі керек. Немесе жаңағыдай руқия аяттарын қойып тыңдап жатсаңыздар да болады. Және хайыз нифас халіндегі әйел ораза ұстай алмайды. Қыздар, ораза ұстай алмайсыз, бірақ оразаны өтеп бересіздер. Ал намаз оқуға болмайды, бірақ намазды кейін өтеп бермейсіздер.
яғни ғұсылыңыз жоқ кезде, хайыз нифас кезде намаз оқымайсыз, ораза ұстамайсыз, бірақ оразаны кейін өтейсіздер, ал намазды өтемейсіздер. Осы нәрсені де ұмытпаңыздар. Яғни демек сонда қыздар, ғұсылыңыз жоқ кезде, яғни сіз хайыз нифас халінде немесе күйеуіңізбен қосылғаннан кейінгі уақыттарда сізге зікір етуге, истихфар айтуға, салауат айтуға болады, жазуға да болады. Мынау болмайтын нәрселерден басқаның барлығы демек болады деген сөз. Сондықтан да жақсылап біліп жаттап алыңыздар. Если қаласаңыздар, осы сабақтағының барлығын жазып алыңыздар. Ғұсыл дегеніміз не, ғұсылдың парыздары нешеу, сүннеттері қандай, солардың барлығын жазып өздеріңіз жаттап алсаңыздар, алдағы уақытта ғұсыл жайлы сұрақ болмайды деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет, сабаққа келіп қатысқандарыңызға. Алдағы уақытта бұдан да пайдалы ақпараттар болатын болады. Иншалла менің каналыма жазылып қойсаңыздар да болады, және сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, иншалла. Жақсы, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.